Сәлем YouTube көрермендер. Бұл видеода сіздерге жабылуға жіберген IP-ны тексеретін боламыз. Жабылған я жабылмағандығы туралы. Ол үшін біз поисковикке kgd.gov.kz деп жазамыз. Осы сайтқа кіргеннен кейін төменгі жағында поиск налогоплательщиков деген бар, соны таңдаймыз. Және келесі бетке өткеннен кейін ин деген жер бар. Сол жерге жабылуға жіберген IP-мыздың ин-ін жазатын боламыз. 0 ин-ді толықтай қателеспей жазғанымызға көз жеткіземіз да, астыңғы жағындағы я не робот дегенге галочка ұрамыз. Осы жерде сұрайды, сұраған затына сай таңдау жасайсыз. Пальма дейді, пальманы терем и подтвердить. Сосын робот емес екендігіңізді дәлелдеген соң поиск деп басасыз. Мінекей достар, менің жабылуға жіберген IP-м деректері шықты. Жеке кәсіпкер Береке деп тіркелген, IP болып тіркелген, ин-і дұрыс, дата регистрация қай күні тіркелгендігі, мынау дата снятия учета деген сіздің IP-ңыздың толықтай жабылған күні. Егер осы жерде дата снятия с учета деген жерде цифра болмаса, сіздің IP-ңыз толықтай жабылмаған. Қазіргі менің жағдайымда IP толықтай жабылған. 2023-тің ақпан айының 8 күні. Бар жоғы осы kgd.gov сайтына кіреміз де тексереміз. Достар, видео ақпарат ұнаған болса, пайдаларыңызға жараған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Подписка жасап қойсаңыздар да болады. Жақсы сау болыңыздар.